Сәлеметсіздер ме балалар? Менің есім Алмас Маратұлы. Алғашқы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тіл және сөйлеу. Сабақ басында біз кішігірім эпиграф оқиықшы. Ана тілім, жүрегімсің анамның. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым, сағат сайын саулығыңды тілеймін, сенсіз мұна керегіне ғаламның. Қандай керемет, е? Балалар, естеріңде ме? Өткен сыныпта біз сөйлеудің не үшін қажет екен және де сөйлеу не арқылы жүзеге асатынын оқып көрген болатынбыз. Ендеше төмендегі тапсырманы орындап көрейікші. Тіл арқылы сөйлеседі, хабар береді, пікірлеседі, тыңдайды, білмегенін сұрайды, кеңеседі, бақылайды. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Осы берілген іс-әрекеттердің ішінде қайсысы артық? Ойланып көрейікші. Дұрыс, тамаша. Бірінші артық іс-әрекет ол тыңдайды, ал екіншісі бақылайды. Тамаша, жарайсыңдар, балалар. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән қасиет. Ал жануарлар дыбыстау арқылы ғана бір-бірлеріне хабар береді. Енді сіздерге мынадай сұрақ. Тірек сөз дегеніміз не? Балалар, біліп жүріңдер. Мағыналық тұрғыдан ұйысып тұрған сөздерді тірек сөз дейді. Бүгін нені меңгересіңдер? Бірінші, тыңдаған мәтін бойынша тірек сөздерді белгілеуді және тірек сөздердің көмегімен мәтіннің мазмұнын айтуды үйренесіңдер. Балалар, бірінші тапсырманы орындап көрейікші. Мәтінді мұқият тыңдап, тірек сөздерді өздеріне белгілеп алыңдар. Байлығым байтақ жерім, бақытты елім. Көрсең көз тоймас асқар шыңды тауларым, миуалы бауларым, асу белдерім, айдын шалқар көлдерім, орам орманым. Алтайдан Атырауға дейін созылып жатқан кең байтақ жерімізге ірі елдер тұтасымен сыйып кетері анық. Елімізде 100-ден астам ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүреді. Қазынаның барлығы да қазақ жерінің топырағында тұнып жатқан екінің бірі біледі. Ал ғарышқа жол Байқоңырдан басталатынын мақтан етпейтін кім бар? Орынды мақтаныш, елім де, жерім де оған әбден лайық. Балалар, пікірлердің рас немесе жалған екенін мына бір берілген кесте бойынша анықтап көрейікші. Менің байлығым байтақ жерім, бақытты елім. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бұл рас па, әлде жалған ба? Қанеки белгілейміз? Тапсырма соңында өздеріңнің орындаған жауаптарыңмен салыстыратын боласыңдар. Екіншісі, байтақ жерімді, асқар шыңды таулар, миуалы бақтар, айдын шалқар көлдер, қалың ормандар құрайды. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бұл рас па, әлде жалған ба? Қазақ даласы Алтайдан Атырауға дейін созылып жатыр. Қалай ойлайсыңдар, балалар, рас па, жалған ба? Келесі, 50-ден астам ұлт өкілдері бізбен бірге тату-тәтті өмір сүруде. Жер қойнауымыз алтын мен күміске, темір мен көмірге, мұнай мен газға бай. Және де соңғысы, мен жерімнің байлығын, елімнің бірлігін мақтан етемін.
Ал енді балалар, осы өздеріңіздің белгілеген жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен салыстырып көрейікші. Тамаша балалар, барлық тапсырмаларды дұрыс орындадыңыздар. Бірақ та кішкене шаршап қалған сияқтымыз. Қанеки, бір сергіп алайықшы. Сергітуге көшеміз. Балалар, сергіп алған болсаңыздар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Мен дәл қазір сіздерге 5 ақпарат оқитын боламын, ал сіздер тек қана я немесе жоқ деп қана жауап беретін боласыздар. Тіл арқылы қарым-қатынас жасаймыз. Я немесе жоқ. Тіл сөйлеу арқылы жүзеге асады. Қалай ойлайсыңдар? Бұл шындық па, әлде жалған ба? Тірек сөздер арқылы мәтін құруға болады. Я немесе жалған. Тіркес сөздері мағынасы алыс сөздер. Қанеки, ойланып көрейікші балалар. Я немесе жоқ деп қана жауап береміз. Балалар жауап беріп үлгерген болсаңыздар, енді дұрыс жауаптарымен салыстырамыз. Балалар, сабағымыз сіздерге толығымен ұнады деп ойлаймыз. Егер де сіздер жоғарыда аталған барлық тапсырмаларды дұрыс орындаған болсаңыздар, демек сіздер жарадыңыздар. Үй тапсырмасы ретінде сіздерге ана тіліміз туралы өлеңдерді жаттап, оны видео ретінде бізге жолдауларыңызды сұраймыз. Ал ендеше қош, сау болыңыздар.